Бүгінгі видеода осылай күрішті ұнтақтап, яғни рассыпчатый етіп пісірудің де құпиясымен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен күрішті 2-3 қайтара жуып, тазалап аламыз. Сонан соң оның үстіне бір ас қасық осындай магги роллтон деген приправадан қосамыз. Және де 1 шай қасық тұздан. Енді ол сіздің күріштің мөлшеріне қарай қоса бересіздер. Жақсылап тұрып енді күрішті араластырып аламыз. Күрішті осындай қазан, таба немесе жаңа осындай табаны қалыңдау осындай кастрюльге пісірсеңіздер де болады. Кастрюлімізге осындай 20-30 граммдай сары май және де 2-3 ас қасық сұйық май қосып, екеуін араластырып, табамыз қызғанша күтеміз. Енді үстіне жаңа дайындап қойған күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жаңағыдай май осы күріштің барлық шетіне тиіп тұратындай етіп араластыруымыз керек. Ол шамамен 1-2 минуттай араластырамыз. Содан соң үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суды құйғанда осындай дауыс шығуы керек. Енді шамамен суымыз күрішті 1 сантиметрдей жауып тұру керек. Бірденнен енді қақпағын жауып, газдың астын ең төменгі жаңағыдай неге қойып қоямыз. Солай бізде шамамен 10-15 минутта біздің күрішіміз әдемі болып бұқтырылып, өзі жаңағыдай дайын болады. Ал мына жерде біздің күрішіміз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі жаңа рассыпчатый болып піскен. Сіздер де дәл осы әдіспен пісірсеңіздер, күріштеріңіз осындай әдемі болып пісетін болады. Шашыраңқы болып. Және көп адамдардың қателігі бірден салқын суға салып пісіреді, сонда ол ботқа секілді жабысып қалады. Ал осындай үгітілмелі болсын десеңіз, дәл мына видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде де осындай болып шығады. Ал енді әдемілеп тұрып, осы тәрелкеге тамағымызды ұсынсақ болады.